أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Бүгінгі хадисіміз иншалла ізгі ниет, ықылас және шынайылық. Алла тағала Бәйина сүресінің 5-ші аятында أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Оларға, кітап иелеріне, оларға да мінсіз әрі саф сенімді ұстана отырып, шынайы ықыласпен Аллаға ғана құлшылық ету, намазы шарттарына сай толық оқу, зекетті толық беру бұйырылғандан. Міне, осы нағыз тура дін. Алла тағала тура дінді ислам діні деді, қараңыздар. Намазды шарттарына сай толық оқу, зекетті толық беру. Енді келесі аятта Алла тағала Әли Имран сүресінің 29-ші аятында أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ويعلمه الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Мүміндерге көкіректеріндегіні, ниет пиғылдарыңды жарсызсаңдар да, жария етсеңдер де, бәрібір Алла тағала бәрін біледі. Сондай-ақ ол жеті қат аспан мен жердегінің бәрін біледі. Алланың құдіреті бәріне толық жетеді деп айтты. Әли Имран сүресінің 29-ші аятында. Алла тағала біздің жүрегіміздегіні, біздің ойымыздағыны, біз нені қалап тұрғанымызды, біз нені істегіміз келіп тұрғаны Алла тағала бәрін білуші. Алла тағала сондай мейірімі шексіз, өзінің құлдарына сондай зиян келтіруді қаламайды. Бұхариден жеткен хадисте Иман деген кітаптың 41-ші бетінде мұсылмандардың әміршісі Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, іс-әрекеттер тіпті ниетке байланысты. Расында әрбір адам ниет еткеніне ғана қол жеткізеді. Кімнің хижреті Алла мен елшісі үшін болса, оның хижреті Алла мен елшісі үшін жасалған болып табылады. Ал кімнің хижреті дүниеге қол жеткізу не болмаса ұнатқан әйелмен көңіл қосу үшін болса, оның хижреті сол мақсатта жасалған болады деп айтқанын естідім деді. Қараңыздар, біз де бір амалды істейтін болсақ, сол амалымызды Алланың разылығы үшін істейтін болсақ, Алла тағала бізге сол үшін өте үлкен сауаптар жазады екен. Қараңыздар. Ал енді біз жаман нәрсеге ниеттенетін болсақ, Алла тағала оған да жол ашып береді, бірақ біз оған күнә аламыз. Егер де біз сол күнәні істемейтін болсақ, Алла тағала бізге күнә жазбайды екен да. Жолға шығып күнәға бара жатқан кезде ол жолдан қайтатын болсақ, біз Алла тағала ол күнәні біздің мойнымызға жазбайды екен. Ал егер де сауап болатын болса, жақсы амал болатын болса, Алла тағала бізге дереу тез арада сауапты жазады екен. Айша анамыздан радиаллаху анха жеткен хадисте, бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам бір заманда жер қайыстырған қалың қол Қағбаға қарай бет алады. Ұшы қиыры жоқ, тап-тақыр шөл далаға жеткенде, әлгі қалың қолды бастан аяқ жер жұтады деді. Мен, Алланың елшісі, оларды қалайша тұтастай жер жұтады? Арасында қарапайым саудагерлер мен әскер қатарына жатпайтын бейкүнә жандар да бар емес пе? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды түгелдей жер жұтады, кейін ақыретте әркім ниетіне қарай қарымын алу үшін қайта тіріледі деп айтты деген. Қараңыздар. Сол жердегі бүкіл қауымда Алла тағала жерді жұтып кетті, адамдарды жер жұтып кетті, бірақ ертең ақыретте тірілген кезде кім сол жолда Қағбаға қарап қандай ниетте, қандай амалда бара жатқан болса, соған жараса, ниетіне жараса, ол сауабын не күнәсін алады екен. Айша анамыздан радиаллаху анха жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке алынған соң хижрет аяқталады. Алайда джихад пен ниет ықылас жалғаса береді. Ендеше Алла алдындағы борыштарыңды өтеуге шақырылсаңдар, дереу аттаныңдар деп айтты. Қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккені алғаннан кейін хижрет аяқталды. Бірақ дейді, джихад және ниет жалғаса береді деді. Біздің әрбір амалымыз ниетімізге байланысты екен да.
алла алдындағы борыштарын өтеуге шақырылсаңдар дереу аттаныңдар деп айтты. алла тағала бізді күніне 5 уақыт намазға шақырып жатыр. 5 уақыт намазға шақырып, 5 уақыт азан айтылып жатыр. Азанда алла тағала хайя аля сола, намазды оқуға асық, хайя аля фалах, тозақтың отынан құтылуға асық. алла тағала бізді соншалықты мейірімі шексіз, еш уақытта тастап қойып жатқан жоқ. Аңсарлық Жәбір ибн Абдулла радиаллаху анху бірде пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам бірге жорыққа шыққан едік. Бір кезде ол бізге Мәдинада жорыққа шыға алмаған, алайда сендер қай жолмен жүріп, қай сайды кесіп өтсеңдер де, шынайы ниеттің арқасында әрдайым сендермен бірге болған ерлер бар. Ауру сұрқау оларға қол байлау болды деп айтты. Басқа бір риуаятта олар шынайы ниеттің арқасында сендер кенелген сауапқа ортақ болады деп айтқан. Қараңыздар, ниетіміз бізге өте үлкен сауаптарды алып келеді екен да. Келесі бір хадисте Муслим кітабында Бир деген кітабында 33-ші бетте Әбу Хурайра Абдурахман ибн Сахардан радиаллаху анху жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, шын мәнінде Алла тағала сендердің дене бітімдеріңе де, тұрпаттарыңа да емес, жүректерің мен істеріңе қарайды деп айтты денген. Сол үшін жүрегімізді тазалайық, ниетімізді тазалайық. Сонда біз таза адам, кемел адам болады екенбіз. Алла тағала баршамызға екі дүниенің бақытын нәсіп етсін.